Шежіре ұстамдары заңдылық. Төртінші үрім-бұтақ құжаты. Үрім-бұтақ генеалогическая ветвь. Құжат документ. Үрім-бұтақ өмірден озғандардың тізімі жазылған құжат. Шежіре ғылыми дәлелденіп, қазақтың ілімдар ұлт екендігі ақиқатталды. Қазақтың шежіре қайырып таратып, үрім-бұтақ болмысын саралап, ұлт болмысының жасампаздығын жасауы даналық. Әлемнің кез келген халқының үрім-бұтақ тізімі жазылған құжаты бар. Ол олардың мақтанышы. Сол мақтаныштың арқасында біз князь, біз дворян, біз король, біз шахиншах, біз ақсүйек, біз көксүйек, біз көк қанның тұқымдарымыз деп айтқан атақтары адам туғызатындай кеудесін керіп өмір сүріп жатыр. Бұл мақтаныш аздаған тарихи шындығы бар мақтаныш. Бірақ атақ ол атақ. Генетика ол генетика, уақыт келеді, бәрі анықталады. Бауырым, үрім-бұтақ шежіресі бұрын осылай жазылған. Бүгінде солай жазам. Немере 6-шы одағынды 7-ші бабасы жасап, үрім-бұтақ тізіміне жібереді. Демек, алдыңғы аға толқынды кейінгі ұрпақ толқыны жағаға шығарып, өмір тынымсыз толқындап, мәңгілікті толықтырады. Яғни, әр қазаққа тиесілі 7-ші одағынымыз не үрім-бұтақ тізімінде әлі тұр, не өмірге келіп, не сен, не мен, не ол болып өмір сүріп жатыр. Я, сен менің айтқанымды дұрыс түсіндің. Шын мәнінде біз осы өмірде бірнеше рет келгенбіз, қайтқанбыз, қайта келгенбіз. Әлем дерлігімен не оңға, не солға айналады. Адамның өмірі де айналады. Қазақ дүниетанымында әр ұрпақ өзінің 7-ші будагонын үрім-бұтақ тізіміне жіберіп, өзі осы өмірге қайтадан жас бөбек болып келіп, өмір сүре бастайды. Осы ұлы үрдісті білетін қазақ ешқашан өзін пәленбайдың 35-ші немесе 70-ші ұрпағымын деп мақтанышпен айтпаған. Себебі не әлі тумаған, не ендігі туылып қойып өмірге келген адамның аруағын мазалағысы келмейтіндіктен айтпаған. Қазақ басқа діндер мен сенімдердің реинкарнация немесе переселение души деп өмірден озған адамның душаның кез келген басқа жанды жансыз затқа еніп кететіндігі жайлы айтып жүрген түсініктеріне сенбейді, сенген емес. Қазақ ақтан жаратылған адам баласының аруағы шежіре заңы бойынша өз ұрпағынан қайта-қайта туатынына сенеді. Сеніп келген сене береді. Осы ұлы заңды білген қазақ ешқашан өзінің ұрпағын жетім жасап шашып, ата-анасын жетімдер үйіне өткізіп, ұлтының миын шірітіп, мазасын алмаған. Қазақ өзінің саясатта жетемін деген мақсаты үшін қазақты ешқашан өлтірмеген, нәсібін жемеген, мемлекетінің байлығын тонамаған. Ертең осы өмірге өз ұрпағынан қайта туып, қайтып келетінін білетін ұлт жаман іс пен жаман қылықтан аулақ болу керек екенін ұғынып, бұл заңдылықты өмірдің ең негізгі ұстаны ретінде ұстанған. Әлем айналады, бүгін сен, сенсің, ертең сен, ол, сонан соң ол сен. Неге десең, сен бүгін ғана сенсің, себебі сен ертең келер ұрпақтан міндетті түрде туасың. Бүгін сен оны туғансың. Бауырым, қазақ бірінен бірі баяғыда туып біткен. Сондай керемет құпияны білетін қазақ баласы шежіре заңын сақтай отырып қана үйленеді. Бұл шежіре заңдылығы. Кешегі өткен өмірде оның не әкесі, не анасы, немесе не бауыры, не қарындасы болған
қандасының қойнында жатып қалып, санасы сансыраған ауру бала туып қалмау үшін жасалған. Ал қазақ болса, 7-ші ұрпағын туажат дейді. Шежірелік ақпарат өзгеру үшін әр ұрпақтың аралығына 50 жылдан беріп, оны 7 ататекке көбейтіп, 350 жыл өткенін анықтап, тұқым қуалау мен өзгергіштік заңы өзгергенін біліп, сол ақпараттары өзгерген ұрпақты туажат дейді. Демек, тұқым қуалау мен өзгергіштік заңы өзгеріп, аруақ адамның жаңарған жаңа денесін құру үшін осыншама жылдардың араға салынуы керек екен. Шежіре заңдылықтарын ұмытсаң, осы уақыт аралығында ақ сүйегіңнен де көк қаныңнан да түк қалмайды. Шежіре заңы жер бетінен саны аз, салмағы көп, динозаврларды да жоқ еткен, тұқымын суда еріген тұздай жасаған. Иә, дұрыс естіп отырсың, генетика заңы динозаврларды жоқ еткен. Себебі олар аз болатын. Өзі ұрпағына шапқанды, ұяластан туған жаман ұрпақ оларды құртты. Шежіре заңы бұзылса, асыл тұқым жоқ, жай тұқым да жоқ болады. Қазақ тұқымым құрып кетпесе деп қам ойлап, үрімбітақ құжатын жасаған. Үрімбітақ ұлтты түгендейтін құжат. Үрімбітақ ұлттың шарықтау мен құлдырау бұрышын анықтайтын құжат. Үрімбітақ ұлт тұтастығын анықтайтын құжат. Үрімбітақ шежіре заңы мен ақпарат ерекшелігін белгілейтін құжат. Үрімбітақ өмірден озған асыл мен жетесіздердің тізімі жазылған құжат. Үрімбітақ жақсы мен жаман тұқымның ара салмағын даралайтын құжат. Үрімбітақ адамның өз ұрпағынан қайта туу жүйесінің қалай жүріп, іске асқанын бақылап, қалыптастырып, дамытатын құжат. Осы керемет заңдылықты білген қазақ дүниетанымының ит рәсуасын шығарып, басқалар айтқанға сеніп отырған ғалымды көргенде қайран қаламын. Осы керемет заңдылықтардың негізгі ұстандарын басынан өткен небір қилы заман мен сан қилы оқиғаларға қарамай, жоғалтып алмай, осы күнге жеткізген қазақтың даналығына қалай қол соғып, рахмет айтпайсың. Егемендік алған кезімізде ерендікпен бүгінге жеткен шежіре құжатының құдіретінің арқасында әлем жұртшылығына айтарға ой, қазақ ұлтының тұтастығы жайлы көрсетерге құжат табылып отыр. Қазақ мақтанарлық ұлы құжат бар, ол шежіре. Заманауи тарих қойған сұрақтарға қазақ көрсететін ұлы құжат бар. Ол құжаттың ірілігі мен даналығы сондай, қазақ ұлты өмірдің шыр айналып өліммен бітпей, адамның өз ұрпағынан өзі қайта туатынын білгендігін дәлелдейді. Бұл менің, жоқ сенің де ұлтың, қазақ білген ілім, екеуміздің мақтаншымыз. Осы қазақ білген ілімнің айналасына топтасып, ой түзейік. Кел. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы 116-118 беттер.